1972 жылы Массачусетс технологиялық институтының ғалымдары адамзаттың болашағын болжауға тырысқан математикалық модель құрастырды. Халық санының өсуі, экономика, ресурстар, қоғамның қартаюы, қаржылық дағдарыстар. Жоба өсудің шегі деп аталды. Ондағы адамзаттың даму болжамдары аса жарқын болған жоқ. Өкінішке қарай ондаған жылдар өткен соң олардың көбі ішінара орындала бастады. Алайда басқа да болжау жүйелерінің болғаны қуантады. Және оларды әр адам үшін бөлек қолдануға болады. Мысалы, сіздің 20-30 жылдан кейінгі қаржылық болашағыңызды бүгін есептей алатын алгоритмдер бар. Қартайғанда сізде қанша қаражат болады? Қашан зейнетке шыға аласыз? Жинақтарыңыз жеткілікті ме? Қазіргі жалақыңыз болашақтағы өміріңізге қаншалықты әсер етеді? Бұл антиутопиядағы нейрожелі сияқты естіледі. Бірақ бұл шынайы сервис, және ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтында және мобильді қосымшасында қазір қолжетімді. Атауы да солай, зейнетақы калькуляторы. Аса қызықты емес сияқты. Тек сенің алдында адам өмірінің үлкен қаржылық математикалық моделі тұрғанын түсінгенге дейін ғана. Міне, ең қызығы осы жерде басталады. Өйткені қазіргі зейнетақы жүйесі бұрынғы түсінікті өзгертті. Енді мемлекет тиын тебенсіз қалдырмайды деген әңгіме жоқ. Іс жүзінде әлем елдерінің зейнетақы жүйелері болжау, инвестиция және демографиялық талдаудың аса күрделі механизмдеріне айналып жатыр. Өйткені адамзат жылдам қартаюда. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сәйкес 2050 жылға қарай жер шарында 65 жастан асқан адамдар саны тарихта алғаш рет 15 жасқа дейінгі балалар санынан асып түседі. Және бұл өте күрделі мәселе. Өйткені бұрын зейнетақы моделі салыстырмалы түрде қарапайым болатын. Жастардың көпшілігі жұмыс істейді, қарттардың бір бөлігін қамтамасыз етеді. Бірақ қазір жағдай өзгеріп барады. Адамдар ұзақ өмір сүреді. Туу көрсеткіші төмендеп жатыр. Зейнетақы жүйелеріне түсетін жүктеме артып келеді. Және мемлекеттер зейнетақыны күрделі қаржылық экожүйеге айналдыруға мәжбүр. Қазақстандағы жағдайда тура сондай. Бүгінде еліміздің зейнетақы жүйесі бірнеше деңгейден тұрады. Базалық зейнетақы, ынтымақты зейнетақы, егер 1998 жылға дейін жұмыс істеген болсан. Жинақтаушы бөлік. Ал жинақтаушы бөлік өз кезегінде келесі компоненттерден құралады. Міндетті зейнетақы жарналары, ерікті жинақтар, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, егер ауыр немесе зиянды өндірісте жұмыс істесең. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, егер 1975 жылы немесе одан кейін туған болсан. Аннуитеттік механизмдер белгілі бір жағдайларда. Бұл туралы алдыңғы шығарылымдарда да айтқанмын, сондықтан қазір оларға терең үңілмейміз. Сілтемені осы видеоның астынан табасыздар. Сонымен іс жүзінде болашақ зейнетақыңыз бір құрылымға емес, бірден бірнеше қаржылық және экономикалық факторларға байланысты болады. Мұны зейнетақы калькуляторы дәл көрсетеді. Жүйе бір ғана сиқырлы санды шығармайды. Ол бірден болашақтың бірнеше нұсқасын модельдейді. Пессимистік, шынайы, оптимистік. Яғни әртүрлі табыстылық пен инфляция сценарийлері адамға қалай әсер ететінін есептеуге тырысады. Ал қазір бүгінгі шығарылымның ең басты бөліміне жеттік. Өйткені ары қарай сайттың көмегімен адам болашағын жобалауға тырысамыз. Мұнда пайдалы ақпарат қана емес, болашаққа көз жүгіртіп жеке жоспар немесе кем дегенде түсінік қалыптастыруға мүмкіндік беретін арнайы сервис, калькулятор бар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтына кіреміз. Жоғарғы бөліктен онлайн сервистер бөліміне кіреміз. Басамыз, содан кейін зейнетақы калькуляторы бөлімі ашылады. Осы жерден бастап өмірдің қаржылық симуляторын ашқандай сезім пайда болады. Жүйе бірнеше нұсқа ұсынады, бірақ бізді нақты қызықтыратыны болжамды зейнетақы калькуляторы. Басамыз, міне ең қызығы осы жерден басталады. Сервис сіздің өміріңіз туралы ақпаратты енгізуді сұрайды. Туған күніңіз, жынысыңыз, еңбек өтіліңіз, жинақтаушы жүйеге қатысу өтілі, жалақы мөлшері, жинақ сомасы. Егер жеке кабинет арқылы кірсеңіз, ақпараттан бір бөлігі автоматты түрде жүктеледі. Яғни жүйе сіздің жинақтаушы жүйеге қанша жыл қатысып жүргеніңізді, қанша қаражат жиналғанын, қандай зейнетақы жарналары бар екенін біледі. Міне осы жерде ерекше сезім пайда болады. Өйткені экран алдында отырсын, ал енгізілген алгоритм сол сәтте сенің қарттық шағыңды тура есептей бастайды. Есептеуді жүргізу батырмасын басамыз. Бірнеше секундтан кейін болжам шығады, біреу емес. Жүйе бірден болашақтың үш нұсқасын көрсетеді. Пессимистік, шынайы, оптимистік. Болашақ зейнетақыңыздың барлық компоненттерін ескереді. Сондай-ақ сценарийлерді қалауынша өзгертіп көруге болады.
Мысалы, ерікті зейнетақы жарналарын қосу егер бұған дейін жасалмаса, сонымен қатар жинақтың бір бөлігін инвестициялық портфельді басқарушыларға беруге немесе қолжетімді соманы балама мақсаттарға, мысалы тұрғын үйге бағыттаймын деп болжауға болады. Болашақ зейнетақыңыздың қалай өсетінін немесе азаятындығын көресіз. Белгілі бір шарттар орындалған жағдайда жиі өмір бойғы аннуитеттік төлемдерді қамтамасыз ету үшін сақтандыру компаниясына ауысуды ұсынылады. Калькулятор бәрін есептеп береді, ал салыстырып қорытынды жасау өз еркіңізде. Айтпақшы, осындай зейнетақы калькуляторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мобильді қосымшасында да қолжетімді. Ойланып қарасақ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры калькуляторы кішкентай уақыт машинасы секілді. Жалпы болашақты болжау өте қиыныз. Бүгін не болып жатқанын жақсы түсінеміз. Шамамен бір жылдан кейін не болатынын елестете аламыз. Бірақ 20-30 жылдан кейін болатын оқиғаларда өте нашар сезінеміз. Сондықтан зейнетақы калькуляторы сандарымен қызық емес. Ол болашақты сәл жақындатады. Ондаған жылдан кейін не болатынын дәл қазір нақты есептерге айналдырады. Математиктер адам үлкен сандарды қиын қабылдайды десе, психологтар мен экономисттер үлкен мерзімдерді қабылдауы нашар дейді. Көпшілік қарапайым сұраққа да жауап бере алмайды. Қандай зейнетақы аламын? Қарттық кезде не болады? Бір күні бәріміздің алдымызда осындай сауал туындайды. Болжамды зейнетақы калькуляторының қызығы ол бұл сұрақты болжамнан есепке айналдырады. Яғни жүйе адамға тура айтады: құттықтаймыз, сіз өз қарттығыңызды басқаруды бастау үшін жеткілікті қаражат жинадыңыз, немесе жиналған қаражат жеткіліксіз. Және кенеттен зейнетақы адамның өмірінде кездесетін ең күрделі қаржылық жүйелердің бірі деген түсінік пайда болады. Және әдетте ең қолайсыз сәтте күш-қуат азайған шақта. Бірақ атам айтқандай, ертерек ойлану керек еді. Одан бөлек көптеген отандастарымыз алғаш рет зейнетақы калькуляторы арқылы жұмыс берушінің жарналарды дұрыс төлеген төлемегенін, ресми табыстың болашаққа қаншалықты әсер ететінін және ұзақ жылдар бойы конверттегі жалақының кейін өте жағымсыз математикаға айналатынын түсіне бастайды. Іс жүзінде калькулятор қаржылық диагностика құралына айналады. Ол жай ғана сандарды көрсетпейді, ол сіздің бүгініңіз бен болашағыңыздың қаншалықты байланысты екенін көрсетеді. Бұл бәлкім осы шығарылымның басты ойы болар. Қазір зейнетақы бұл адамның жасы туралы ғана емес. Бұл адам ондаған жыл бойы құратын ұзақ стратегия. Және мұны неғұрлым ерте түсіне бастаса, бір күні өзіне өзі рахмет айту мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Өйткені адамның болашағы ол туралы ойлана бастағаннан әлде қайда бұрын қалыптаса бастайды. Есте сақтаңыз және міндетті түрде байқап көріңіз. Зейнетақы калькуляторы мен жеке зейнетақы жоспары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мобильді қосымшасында және ресми сайтында қолжетімді. Онлайн сервиске және нұсқаулыққа сілтемелер сипаттамада. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз және бақытты қарттық тілейміз.